Автор Роза Мұқанова. Күнә. Өзін-өзі жазалаудан жолын таппай қамығып, тұншығып күй кешеді бұл байқұс. Түннің, қап-қараңғы қапас түннің тұнжырап енгенін қалайды. Тек ағарып таң атпаса екен. Алты қырдың астынан етегін жайып таң көрінсе ақ, сол түндегі жасаған күнәһарлығын бетіне салып аймандай етпек. О Құдай, мамырлап атқан аппақ таң неге жанға жара салды? Айғыздап, түннің түңлігін түріп тастап, қылаң еткен таң жарықтық нұр сыйламай ма ғаламға? Ал бұл байғұс тарап бара жатқан түн құшағынан арылғысы келмей, ақылап қарғыс-қарғыс атсын, сол таңды деп жаны ұшырып зарланатын. Түн құпиясын таң ашатынын бұл біліп бе сонда? Таң алдындағы намазын оқып жатып, Алла, Алла деп ауырта дауыс шығарды кемпір. Сәлден соң ернін ғана жыбырлатып сыбыр-сыбыр етті. Қолына ұстап тасбиғаның тілзілген көзін санады. Бұрынғыдай емес, бұл жолы ұзақ санады. Ернін жымқыра тістелеп, көзін жұмып алып, теңселіп отыр, жылап отыр. Маржандай аққан көз жасы иегінен төмен қарай дөңгелеп түсіп, алдындағы жайнамазға сіңіп жоқ болады. Кемпір көзін ашпайды, тізесіне қойған екі қолын да қозғамайды. Көзін ашпайды кемпір, қорқады. Көзін жұмғаны күнәсін мойындағаны. Түн құштарлық еді, тән түн үшін. Таң ынтазарлық еді, бұл үшін. Неге жек көрсін сыйлаған түнді, неге жек көрсін думанды, қызық сыйлаған таң нұрын. Бұл үшін бәрі де әдемі, көңіл қошы, қанбайтын ғажап болатын. Ел жұртқа байлығымен мәшһүр болған Әбілқасымның жалғыз ұлы мұны айттырып қалың малға не сұратады дегенін естігенде әкесі де қомданып, көпініп қалмап па еді. Лүпілдеген қыз жүректе әлдебір жұмбақ сезім қытықтап, Ақбаян сонда бір қызарып, бір сұрланып күн кешті. Жанары ұшқындап елегізіп, қырбасына әлсін-әлсін көз үйіріп, әлі өзі танып білмейтін бай баласын сағынады. Ақбаян сонда түннің жылдам батып, таңның тезірек атуын күтті. Әкесіне тұлымшағы желкілдеген сәби көрінсе де, бай ауылы үшін денесі сымдай тартылған, сүліктей жіп-жіңішке, маңдайы жарқыраған, 14-ке жаңа толған әдемі бойжеткен еді. Әбілқасым бай жайлауға шығарда, Баянды қолымызға қондырсын, жас отаумен бірге көшеміз деп қыздың қалың малын үйірімен жіберіпті. Қыз әкесі қораға толған малға едіреңдеп риза болып, Ақбаянға аталық бата беріп, маңдайын иіскеген. Тек шешесі байқұс, бай ауылы керден келеді. Әбілқасымның тоқалы жайсыз деп кеп көп есітіп едім. Өзіңе сақ бол, әйелдердің сылдыр сөзіне құлақ қойма, еркінде өсіп елдің келіндік жолыңды біл, үлкендерді ренжітпе деп жүрегі жұлынып бара жатқандай. Дауысы қалтырады. Жаулығының ұшымен көзін сүртіп, мұның ұзын бұрымындағы күміс шолпысын аялай сипады. Тағы да қосып айтар ақылы бар еді. Қызының жасаураған жанарын аңғарды. Сәл іркіліп қалып, иә, жолдарың болсын, қос құлыншақ деп қырбасына дейін күйеу бала мен қызды ұзатып салды. Бай ауылының жайлауы қандай көрікті. Оңашаға ақ отау тігіп, жігіттің жеңгелері бірінің санын бірі шымшып, сылқ-сылқ күледі. Бұл күлкі қызды да жігітті де бір-бірінен алыстатып ұялта түседі. Сонда да бұлар ынтық еді. Бір-біріне Ақбаян да, Нұрғымар да жап-жас бала, Құдай-ау, тіпті бала екен ғой сонда. Әбілқасым ауыл шешесі айтқандай-ақ кердең болды. Ақбаянның өз еліндегідей әзіл-оспақ ән мен күй тым аз, бәйбішенің жақтырып отырғаны, я жақтырмай отырғаны белгісіз. Өз үйінде күйбеңдеп жеңешелерімен бірге қазан-ошақтың маңын сыпырсып үйреніп қалған. Әдетімен іске араласайын десе, бәйбішенің салған тыйымы тағы бар. Жалғыз үйдің қатынын қазан-ошаққа майлық етпеңдер, сендерден артылар шаруа жоқ деп дүрсілкінгені мұның да құлағына тиген. Содан бері құс тесектің үстінде жалғыз өзі отырып, қайынсіңлісіне арнап іс тігеді, жасау жасайды. Төркінін бір көруге зарығып, ел мекенін сағынып, сызылтып ән салады кейде.
Бірақ Нұғымардың төбесі көрінсе ақ болды, жанары жарқ етіп, сағыныш сезімін жасыра алмай қалатын. Әдемі ақ еді сол шақ, таптаза еді сол сәт. Жайлаудың тұнжыраған түні салқын самал желі көкіректегі шерді жұлып алар ғажап еді. Құланиектеніп қыр басынан көтерілетін таңы қандай тұнық еді шіркін. Кемпір тапжылмай әлі отыр. Әлгіндегі жайнамазға түскен жансыз жастары енді дір-дір етіп барады. Бір сәт даусы шығып өксіп кетті. Әлхамдулиллахи, күнә деп, күнәһармын деп ойламадым. Азаптан құтқар, мазақтан құтқар біздерді дедім. Бар болғаны сол еді ғой жаратқан. Ол кезде мен жас едім. 15-ке келіп, оң-солымды білгеніммен, бай туысы не айтса сол жөн шығар деп басымды шұлғи беретін жас едім. Тым жас едім. Кемпірдің иегі қимылдап, кемсеңдеп кетті. Етегіне шалына қозғалып, еңбектей орнынан тұрды. Таң намазы кәрінің көз жасымен жуылып, үнемі осылай шермен, мұңмен аяқталатын.